Абайдың 39-шы қара сөзі. Рас, бұрынғы біздің ата-бабаларымыздың бұл замандағылардан білімі, күтімі, сыпайылығы, тазалығы төмен болған. Бірақ бұл замандағылардан артық екі мінезі бар екен. Ендігі жұрт ата-бабаларымыздың мінді ісін бір-бірлеп тастап келеміз. Әлгі екі ғана тәуірісін бір жылы жоғалтып алдық. Осы күнгілер өзге мінезге, осы өрмелеп ілгері бара жатқанына қарай, сол аталарымыздың екі ғана тәуір мінезін жоғалтпай тұрсақ, бізді ел қатарына кірер едік. Сол екі мінез жоқ болған соң, әлгі үйренген өнеріміздің бәрі де дамшылыққа ұқсамайды. Шайтандыққа тартып барады. Жұрттықтан кетіп бара жатқанымыздың бір үлкен себебі сол көрінеді. Ол екі мінез қайсысы десең, әуелі ол заманда елбасы, топбасы деген кісілер болады екен. Көш қонды болса, дау жанжалды болса, билік соларда болады екен. Өзге қара жұрт жақсы жаман өздерінің шаруасымен жүре береді екен. Ол елбасы мен топбасылар қалай қылса, қалай бітірсе, халық та оны сынамақ. Бірден бірге жүргізбек болмайды екен. Қой асығын қолыңа ал, қолайыңа жақса сақа қой. Бас-басыңа би болса, манары тауға сыймассың. Басқаңыз бар болса, жанға отқа күймессің, деп мақал айтып, тілеу қылып екі тізгін бір шылбырды бердік саған. Берген соң қайтып бұзылмақ түгілі, жетпегеніңді жетілтемін деп, жамандығын жасырып, жақсылығын асырамын деп тырысады екен. Оны зор тұтып, әулие тұтып, онан соң жақсылары да көп азбайды екен. Бәрі өз бауыры, бәрі өз малы болған соң, шыныменен жетесінде жоқ болмаса, солардың қамын жемей қайтеді. Екінші мінезі намысқорлық екен. Аталы барбақ шақырылған жерде ағайынға өкпе араздыққа қарамайды екен. Жанын салсады екен. Өзіне ар тұтқан жаттан зар тұтады деп, аз араздықты қуған көп пайдасын кетірер деп, ағайынның азары болса да безері болмайды. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса, төбедегі келеді десіп, жол қуған қазынаға жолығар, дау қуған пәлеге жолығар десіп. Қанеки енді осы екі мінез қайда бар? Бұларда арлық, намыстылық, табандылықтан келеді. Бұлардан айырылдық. Ендігілердің достығы пейіл емес, алдау, дұшпандығы киес емес. Не күндестік, не тыныш отыра алмағандық.